Қалалық өлкетану мұражайы жыл сайын халықаралық мұражай күніне түрлі сайыстар ұйымдастырылып келеді. Биылғы жылы сайыс ыдыс-аяқ әлемі деп аталады. Ол жәдігер бенефисі дүрліккен ыдыс-аяқ қалалық мерекесінің аясында өткізілмекші. Ыдыс-аяқтар әлемі деген сайыс, көрме сайысы өтпекші. Сол ыдыс-аяқ сайысы көрме сайысында екі номинацияға бізге жаңағы сайысқа қатысуға болады. Бірінші номинация жаңағы тарихы бар ыдыс-аяқ. Ол жаңағы болмаса этнографиялық ыдыс, немесе өзінің бір қайталанбас бірегей тарихы бар ыдыс-аяқ. Екінші номинацияда жаңағы жаңашыл ыдыс-аяқ дейміз. Қолда бар жаңағыдай моншақ, жаңағы киіз, тері деген кез келген нәрседен жаңағы жаңашыл ойда ерекше бір ыдыс-аяқ жасау. Сосын тағы бір бағыты екінші номинацияның ол бүгінде ыдыс-аяқ емес басқа бір рөлде қолданылып жатыр. Мысалы, жаңа банкілерден гүл салатын құмыра жасайды, немесе тарелка дейміз ғой, тарелкалардан қабырғаға ілетін панно жасайды. Сол сияқты заттар жаңағы қатыса алады сайысқа. Сайыс сырлы ыдыстың сыры, креативті ыдыс-аяқ деген екі номинацияда өткізіледі. Ал жеңімпаздар ұсынылған жәдігердің тарихылығы әңгіменің жинақылығы мен сөз мәнерлігіне қарап анықталатын болады. Қорытындысы бойынша сол күні қорытындысын шығарамыз. Барлық жеңімпаздар, қатысушылар дипломға ие болады. Сайысқа қатысуға өтініштер мамырдың 11-іне дейін қабылданады. Ал жеңімпаздар 14 мамыр күні мұражай алаңында өтетін салтанаттың барысында марапатталады.